алдынан осы әңгімені айтқан кім? Өзі бір суайт емес пе деп таласып шекісіп қамауларыңыз үшін алдымен кейіпкерлер мен орындаушылар таныстырып өтейін. Мен сіздерге жаңағы Қабанбайдың бір хикаясын айтып берейін. Ол өзі жақсы жігіт. Бар міне сөлекет. Осы оқиғада сол сөлекеттігінен басталды. Жоқ! Әнекей, естідіңіздер ме? Мен ондай оскорбленияге төз алмаймын. Адам сияқты дұрыс айтсаңыз бір сәрі. Қалайша мені сонша сөгетіндей. Айтшы. Төз алмайсың ба? Қарашымнан кесіріне. Ендеше өте жақсы. Жатақхананы босатыңыз қазір. Не деп босатам? Түсінбеген соң қараша. Жатақханаға бөгде адамды әкеліп, арақ ішіп, тәртіп бұзғандарыңыз үшін. Мен арақ ішкен жоқ. Енді ішкен. Әлде мен бе? Жоқ, сіз де ішкен жоқсыз. Ол анауың көресіз. Сол анауың кім сені? Ол ма? Ол біздің алдың баласы. Келе жатсам кездесі кетті. Ол да емес. Өзім милиция кетейін депті. Шашымды 15 соқпайға айдап жібермей ме? Тоқта, жолдас Жалғасбаев. Сонда жатақхана сізге өтірізбетел болған ма? Мен сенің өзіңді 15 соқпайға айдап жіберемеді. Танытқанша барылдап, пән саласында арақ сұрап студенттердің мазасын аласыңдар, Ол анау ғой, мен түк татқаным жоқ. Жолдасын удай мас болғанда сен түк татпайсың ба? Ойбай-ау, мен ішпеймін ғой. Бейбайшапау, оның ішпейтіні рас. Сенің де сырым мәлім. Тек тұрша, әттең бұл жамал подругамын шешесі болмағанда сені баяғыда құп шығатын едім. Ал сен, Жалғасбаев, жатақханадан табанды жалтырат. Неге жалтыратам? Жоқ, мен кетпеймін. Бейбайшапау, ой, мәміле келіпте сізінен бала-шағаңыз қызыңыз бар. Қызым болса ше, қарай көрін олардың дәмесін. Мен оны сендер сияқты жан аяқтар үшін өсіргем жоқ. Жоқ, біз дәмеленбейміз ғой, бірақ. Шіркін-ай, қандай жігітті маңдай жатқырап тұр екен. Не дейсің? Сен сияқты тамаша қайненеге тап келетін деймін. Сіздің өзіңіз мынандайсыз қызыңыз тіпті керемет шығар. Қара мынаны. Кешірім сұрап, аяққа шығылуға. Сар, Бейбайшапау. Масқаралуға шықтым бей. Обалдардың өздеріне. Міне, мұнда екі бірдей әкті бар. Бүгін жексен болып қолын байлаптым. Ертең дүйсенбі электрға апарамда оқудан шығартып, қаңғытып жіберем сендерді. Бейбайшапау, ол бала шын айтып тұр. Қайнененің қатал басы болады. Сен де кекетуге айналдың бе? Ой, Құдай сақтасын Бейбайшапау. Тек бір жола кешірім сұрап тұрғаны ғой. Айдағына жығылып кешірім сұрасайшы. Жоқ, мен жазықсыз жаздырған адамнан кешірім сұрай алмайм. Сендер, Бейбайшапау, біз сізден кейін кешірім сұраймыз. Енді бір ашуыңызды қиыннан шығар. Жолдас Жалғасбаев, құйрығыңызға шала байлансын демесеңіз, бүгін жатақтан таймыз. Бұл жақсылықтың өзін мына Бекболаттың сөзін қимағандықтан істеп тұр. Әйтпесе, мұны аяқтылерден электрға апарамда оқудан шығартып, түбіне іштеп, Ақшейтан орын сап жүрген тәртіпті студенттер қалып жатыр. Бейбайшапау, сіз керемет мейірбан жатсыз ғой. Сізді барлығымыз жақсы көреміз. Енді бір ашуыңызды қиыннан шығар. Енді шегірмеймін. Қарашы демалыс күні мүмкін нәрсені бұзып, Ақшағайдан шығармасам осыдан бір қайшатым құрысын. Барықтары.
өзі неткен дүлей, тіпті бар ғой, сөздің байына бармайды. Өзінде қатырды ма? Қатырдың. Сіздің өзіңіз мұнандайсыз. Апырай, қызыңыз қандай екен деген жоқпын ба? Қалай тау айттым ба? Өмірінде бір тау айтқан сөзін еді, бірақ соның өз сорына көрініп тұр ғой. Неге сорма? Енді жатақханадан кетесің. Болмаса бұдан үлкен пәлеге қаласың. Өзімде кетем, пәтерге шығам. Пәтердің ақшасын қалай төлейсің? Ойлан. Қанша ойлансам да, жазықсыз жазаған адамның аяғына жығылып, бас ие алмаймын. Жұмыс істеймін. Дүкенге барып, жүк түсіремін. Болмаса, асханаға барып, ыдыс-аяқ жуамын. Әйтеуір бір нәрсе табармын. Тек маған бір пәтер тауып берші. Сенің араласып жүрген адамдарың бар ғой. Ыдыс-аяқ жуамын дейсің бе? Тоқта. Маған бір керемет ой қалды. Бір жерде бір пәтер бар. Ыңғайлы ма? Ыңғайлы болғанда, Құдай беріп 30 жылдан кейін министр болып кетсе, сен сондай пәтер аласың. Мені мазақ еткің келді ме? Ой, сені мазақтап, мен өлеңмен жүрсің ба қабана қол. Оллақи шын айтам. Ондай адамдар пәтерін жалдай ма? Әрине, жалдамай. Тек оның бір құйтұрқысы бар. Түсінсең бермесің. Жарайды, кейін түсінерсің. Біріншіден, сен, анау, не бар ғой? Мынау, қалай еді, анау. Мынау, отыршы. Сақал-мұртты сыпырасың. Мен бұл сақалды мода үшін өсіріп жүргенім жоқ. Тек дипломды 5-ке жазып бітіргенше қырынбайын деген сертім бар. Анау, екіншіден, тикеткасын алмай, сармайды сақтап жүрген костюмінде сақайтып киіп аласың. Оның да сол дипломға тілектес болсын деп алып едім. Қазір киіп алсам, ертең оның несі қалады? Оны қазір кимесін дипломға қош айтасың ғой. Ал, үшінші шартым, неге болса да таң қалмайсың. Мен айтқанымда істей бересің. Ендеше, тек өзің үйлерін танисың ба? Таныған ес. Мен ағайының ғой. Жақын ағайын ба? Ол үйдің хозяйкасы. Мені ағашымның құдағиының құдашасы. Сонда олар саған кім болды? Маған ба? Маған құдасы жеңге болады. Жарайды. Комендантпен кескенің қандай жақсы болды. Нағыз бір шылқымайға барып, шылқ ете түсетін болдым ау. Осы ондай жайлы пәтерге сенің өзің неге тұрмайсың? Маған болмайды. Неге? Олар менің сырымды біледі. Ал сен болсаң, олар үшін жұмбақсың. Оқтың ба? Алмай тұрмын ау. Асықпа. Кеттік. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When you dance you have to be with me. Қазір жастар не болып барады? Еріп бермесе дұрқыңа көрмейді. Ал еріп берсең мінекей. Жоқ, ішсін, жесін, бәріне еріп бердік қой. Тек мына біреудің астан кестегі шығармаса қайтеді екен. Қарашы, бір қыздың өзі мына мені осыншама шаршатты. Байыз көпбалалы елдер не көреді екен? Bu zamanda kız ösürüyor деген қиямет қайын болды ғой. Ай, қинап тұр ау, қинап тұр. Кір, есік ашық. Амансың ба, Биғайша, қалайсың? Кел. Біздің алғышқа тұрған жоқ па? Жоқ, екеуі жатып, түнімен жынға қандай құтырып, тал түске дейін ұйықтайтын әдеттер емес пе? Біздің алғышқа, мама сен оятпайым, ботқан қасына жата кетем деген. Жатыр екеуі. Сағат уже 11 болды. Білмеймін қашан. Биғайша, мына қыз бар ғой, менің басымды қатырды. Ішкенің алдында, ішпегенің артында. 4 құбылан түгел, ол сенің неден басын қатады. Тартып, созып, жеткізе алмай жүрген мен сияқты болсам бір сән. Жұмысымда нервный, демалыс күні бір тыныштық әйтеуір. Бір бұзақы балалар арақ ішіп, айғайсап, анау жатақхананы мазасын алыпты. Ойбайды, Биғайша, ондай перілер өзімізде жатқан жоқ па? Сен жаздырсың ба, Жамал? Біздің балалардікі әншейін еркелік қой. Ал ана бұзықтар ма? Кісінің нервысынан түк қалдырмайды.
Өзім омын. Мына үй шаруасына қатыннан бетер жігіт табылса, Оның үстіне кандидат болса, о, кандидат болса тіпті қатты. Мұндай жігіт табылса, қадал алып қатып қалар еді ма? Біздің қызды жақ жерге жіберу масқара ғой. Жаман жасырып өз қолыңда ұстамаса. Күшік күйе ғой менің арманым, күшік күйе. әркімнің бір арманы бар. Гүл Жамал өлі қарашы. Менің де бір мықты себім болды. Осында келіп жүрген ана көбек бар ғой. Ол бас екеннің баласы екен. Кәдімгі Байсалбай Сеңгірбаевич бар емес пе? Сол кісінің өзінің баласы. Ол біздің Алмушкаға ухаживать етіп жүр. Көрдің бе мәселе қайда жатыр? Ай, соның бір тырнағын іліктіріп алсам шіркіні. Қойш, ол жігіт маған вообще ұнамайды. Өзі оқуында тастап кеткен ме? Ай, сол да сөз болып па? Тек бас екен аман болсыншы. Оқуда, дипломда, қызметтің көкесі табылады ол жігітке. Ай, бірақ сен мен түсінбейсің ғой. Өзінің Бектемірі мықты, көбіне шетелде қызмет істеді. Биғайшай, осы қызға бас көз болам деп қой, шетелге де шыға алмаймын. Біздің қуандық болса, бұғалтырықтана салмай-ақ қойды ғой. Әй, бар ақша алдынан өтеді, бірақ қолына түк жұқпайды. Әй, соңына күйігінен өліп болдым бар ғой. Ай, әттен дүние-ай, бас екенде адамға қолым бір жетіп, құдағи болып алсам, көптен бері кеткен есемде бір қайрат едім бар ғой. Кір, есік ашып. Саламатсыз ба Гүлен жеңгей? Саламатсыз ба? Қалыңыз ғой, биғайша бол. Сіз де осында екенсіз ғой. Осындам, не айтайын? Жоқ, ешкім не, дегенім ғой. Жарайды, Гүл Жамал неге? Мамушка оян қозы неге келсін ше? Жарайды. Сіздің подругаңыз сондай жақсы кісі. Ой, осы сен әлгі? Ақкүміс әжейдің құдасын жерімін ғой. Ауылға барып едім, Ақкүміс әжей ұстап алды. Осыдан Алматыға барған соң, әлгі Гүлжамал құдашаңның амандығын біліп қой, хат салды емесем тұра тұрып әлем деп Есімді тандырған болатын. Қалай, кемпір қуатты ма? Ой, әзірге өлетін кемпешкі жоқ. Ешкім қуып жетсері ғана ұстап алып тұрады. Дұрыс. Ой, мам, біз ояндық, завтрак бар ма? Жұмға ұқсамай кедірсеңдірші. Үйде кісі бар ғой. Толқын кісі. Мынау ма? Мен Бекболаттың ғой, қалындақсы ма Ботка? Какой Бекболат? Какой не скажем мы Бекболат? Өзін ұмытып қалғансың ба не? Кажется, есімде такой смешной домбыра асып жүреді. Айтпады. Қарамау, домбыра демекші, домбыра ма? Домбыраны жатақханада тастап кеттім. Әйтпегенде күнделікті қатардан қалдырмайын деп мойныма асып жүретінмін. Дұрыс. Өзің бір тапқыр жігіт екенсің. Ой, мам, мен оны смешной десем, оказывается, это очень оригинально. Басым бар Ботка, дұрыс айтасың. Біле білсең, қазағымның өзі оригинальный қалды емес пе? Знаешь, сен біздің компанияға қатысың. Это же оригинально. Национальный колорит. Ай, Ботка-ай, су бастап, қисып басып кетесің. Бұл саған колорит бала мене, маған атауадан алған тәбәрік. Ну, сенің переме обязательно біздің вечеринкаға кел. Ну, мам, біз ашпыз, завтрак қашан дайын болады? Бар жуыныңда, қазірде дайын болады. Ботка да бой жетіп болған екен. Бой жеткені құрсын. Әптен шаршатып бітірді. Өскен сайын қиын болып барады мына қыз. Ой, әншейін айтатын шығарсыз, құдасы жеңгей. Менің мамам, осы мені сен шаршаттың албасы деп қойшы еді. Қазір каникулға барсам жылап көрседі. Оның үстіне қыз бала деген анасына қолғанат қой. Менің бір жалғыз қарындасым бар. Үйдегі барлық жұмысты өз жалғыз істейді. Ой, баяу. Ондай бізге арман болып қалды ғой. Ботка да жақсы болар. Сәл еркелетіп алғансыз. Бекболат, сен маған бір нәрсені түсіндірші. Осы сенімен адам сияқты сөйлесе аламын. Сен енді ауылда өскен баласың. Аналардың тілінде, бабында таба алмайсың. Ой, құдаша жеңгем, ауылда өскендердің талай соққандары бар. Одан емес. Менің бір жолдасым бар. Ай! Нағыз азамат қой сол жігіт.
болғанда нағыз тұр бойда. Оқуын бітірген бе? Ой, оқу бітіргенсіне кандидат болуға 5-ақ минут қалған. Өзі сондай кішіпейіл жігіт. Кішіпейіл болмаса мен сияқты жалаң аяқ студентпен жолдас бола ма? Мінезі қандай десеңізші. Сыпайы, жібек деп. Соның қасында жүрем деп, әжептәуір тәрбие жинап алған жоқ. Бұрында кішкене былай алаңға сарлап едім ғой, Қодаш жеңге. Иә. Ол жігіттің былай туған туысқандары ше, көп пе? Туған туысқандар дейсіз бе? Жоқ. Бір өгей шешесі бар еді. Ол да күйеуге тиіп кетті. Өзінің еңбегіменен, талабыменен жетіліп жүрген шығар. Сен анау жігітіңді бізге ертіп әкеліп тұрсайшы. Әкелген ағындай айтпақшы. Қодаша жеңге сол жігіт бар ғой, бір пәтер іздеп жүр еді. Сіздің үйіңіз сол жігітке қолайлы болар еді? Қолайлы болған. Енді аз уақыт осы пәтерде тұрып тұрсам? Пәтерде тұрғаны қалай? Үйде қыс бола ма, болмайды тұрсын жоқ. Ой, Қодаша жеңге, ол тіпті әйел затына қарамайды. Ғылымға сын берілген, кітаптан бас алмайды. Енді бір рахат тіпті салмақ түспейді. Еден жуу, кір жуу, адыс аяқ жуу дегенге бар ма? Енді оған ой шебер ай. Кейде бір студенттермен жиылып. Студенттер? Студенттер ғалымдармен жиылып. Бас қосқанда бар тамақты өзі пісіреді. Ал алау басқанда сартыңызды сатып жібереді ғой. Мынау бір біздің қолдан түк келмейтін қыздардың бағына туған жігіттер. Айтпаңыз деймін, Қодаша жеңгей. Сонымен пәтер мәселесін келістік қой, иә? Жарайды ендеше. Оған пәтер табылар-ау. Тек пәтер берілген үйдің иесі қыз болып жүрсе, содан қорқам ғой. Сен жаңа әйел затына қарамайды деп едің. Сол, қарамайтыннан қорқам ғой. Қарайтын олар аяқ ілдірмей кетсе, мына сияқты безсе қолға түседі де, қамытты қалдан бойына кие болған білмей қалады. Иә, оның рас. Ондайлар сөйтеді. Біздің мектебінде сол. Иә. Құттау маған бекен. Ал Қодаша жеңгей, менің бір шаруаларым бар еді. Сау болыңыз. Қодаша жеңгей, мен кетіп баратырмын, сау болыңыз. Бекболат қарап тоқташы. Ау. Келші. Біз енді кішкене ойланайық. Мүмкін кейін бір реті келтіріп дегенде, иә? Ой, Қодаша жеңгей, кейінге болмай тұр ғой. Қазір диссертация қорған деп мұрнынан шаншылып жүрген кез. Оған бір тыныш үй керек. Мынау қолдан шығармайтын жігіт. Иә. Тек енді мына пәтерге жіберуге жұрттан ұялып. Ой, Қодаша жеңгей, оны түк те ятыр. Жақын туысым дей салыңыз. Айтпақ солай деуге болады екен ғой. Мен онда оны Бекеңнің інісі етейін, е? Бекең інісі дейсіз бе? Жоқ, Бекең інісі десен сонар сәт түсіп кетсе, аңғайсыз болады. Мұндайда ең рахаты жиен ғой. Қалай салсаңыз да келе береді. Жиен? Е? Сенің басың бас екен? Бергенші, Қодаша жеңге. Бергенші. Анау скамейкада отырған жігітті көрдіңіз бе? Қане? Әне. Бір Иә. кітап оқып тұрған. Кітаптан бас алмайды. Байқайсыз ба? Нағыз мықты оқымысты адамның ескен. Мен барып ертіп келе қояйын, иә, Қодаша жеңге? Онда мен асқанда. Иә, асқанда жеріңіз. Жастар таныс. Иә, жастар танысы. Айтпақшы. Ау. Аты Қабанбай. Қабанбай? Иә. Қазіргі жастарға кішкене ерсін. Ой, Қодаша жеңге, қазіргі қыздар қазақ есімді қақ ортасына оңырып тастайды да, бір аяғына орысшаны жалғап сүмірей тола қояды ғой. Атын ғой шөні. Затын айтсай, затын. Ал Қодаша жеңге, мен Қабанбайды жетелеп әкеліп, анау бір шеткі бөлмеңізге сүңгітіп жіберейін. Содан кейін күшік түйе қылып байлап алу сіздің өз қолыңызда. Мен барып естіп келе қояйын, иә? Мынау өзі өңмен түстей болды ба? Көктен тілегенім жерден табылды. Сенейін бе сенбейін бе? Жоқ, жалғыз қызыңды жөнін тауып құтты жеріне қондыра
When marimba rhythms start to play, dance with me. Аналарды қандай жинайсаң келді? Көп келмейтін уақытта келгендерін қарашы. Гүләжеге, сіз как это? Қонақ жай адамсыз ғой. Ықыласыңызға рахмет. Бізді көмек молодец. Достарын ұмытпай. Қиналған кезде табылу керек. Қандай сыйы бар. Мен ең алдымен сізді ойбаймын Гүләжеге. Мынау Сендер кішкене ертерек қалған екенсіңдер. Осылар әлі ұйықтап жатыр еді. Мам, сен өтірік айтпа. Swing, swing, swing now. Какие вы молодцы! Бәріңіздер білет, просто білет, а ну-ка я вас покажу. Ладно, менің мамам современная женщина. I just see you. Обычно жив безрек. Magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of fire long before you speak. Мен әлі жуынып, сараңда болған жоқ ем. ешік етпейді. Сүюге боянған қыздан гөрі, ұйқыдан оянған қыз сәтті болады. Кубик. Тиген. Әрине. Дәніш бар. Аяқ астынан мақал шығарды. Сүюге боянған қыздан гөрі, ұйқыдан оянған қыздан. Тамаша. Главное, шанда. Алmış, знаешь, какие у тебя барды? Келектің бәріне келіпті. Просто прелесть. Кубикке рахмет айтыңдар. Басымағыз алтын бас. Браво, браво, Кубик. Правда, Албушка? Ол жақсы. Мен жақсы. Кубик, ты мой краш. Көрдің бе Кубик? Менің бағым артып келе жатыр. Тіпті адам менсінбейтін мамзель Альманың өз мақсаты. Жоқ, Кубик. Сенің огромный успехың бар. Мен де саған ғашықпын. Кубик, сен итсің. Себебі жүруге де болмайды. Неге? Барлық қыздарды бір өзіне қаратып алады, сонда қасында жүрген адамға асылып үруден түк қалмайды. Рубик, сен қадірлі жанды сақтайды. Мен Кубиктің мойнына асылайын деп тұрғаным жоқ. Ой, Алмушка, не фарси, сен де ұзаққа шыдамайсың. Бәм! Жалмасын. Ал, балалар, енді сендер кухняға барып отырыңдар да. Гүлжамал жеңгей, сіз қонақ жай адам едіңіз ғой. Сізге не болған? Бір кісілер келетін еді, ағайындарымыз. Жиеніңіз емес пе, Гүля апа? Иә, жиеніміз. Оны қайдан білдің? Жай, әншейінсінен. Ну, ребята, Гүля апайдың құрметті адамдарын келіп қалған екен, ана жаққа барайық бәріміз. Как құрметті адамдары? Это как его? Бекболат па? Подумаешь, біз осында отырамыз. Бізге какой-нибудь перекусить алып кетші, баршы ма? Енді жарайды енді отырыңдар. Бірақ анау келген кісілерге сыпайы болыңдар. Сен секеңдей берме, ұят болады. Ұят болар? Несіне ұят? Гүля апа, спортпаңыз. Ағайындарымыз келгенде біз жібектей сызылып тұрамыз. Гүля апа, оның үстіне біздің тәрбиеміз мықты. Кубик талай дипломатия қабылдауда болған ғой. Жарайды айтшы. Тыныш болыңдаршы. Келетіндер қадай Гүля және сол жасасың. Ой, ғылым кандидаты. Тек песен учетпейтін көрінген. Екіншісі студент. Ендеше жақсылап тұрып қарсылайық. Ты колобок. Давайте придумаем встречу. Мен дайын. Өздерін бір састырайын. Олар сен маған жақсы көрген адамдары. Бір күтіп алып жүрмей болады. Подумаешь, зато маған керек жоқ. Ауылда келген, знаете, как я? Оларға бәрден ұнайды. Потому что не по их имени. Жарайды ендеше. Сыншыл қонақтар екен. Бізде оларды сырттан өмір қалайық. Есік ашық. Swinging more like a flower bending in the breeze. Bend with me, swing with me. When you dance, you have to stay with me. Stay with me, swing with me. All the dancers will be on the floor. Өзімді бақытты санаймын. I will see only you, only you. Маған зорлап келеді. When we sway,
I can hear the sound of violins. Ciao. It begins. Make me feel Ғафу сізбен танысқанымызға шын қуаныштымыз. Аңышқа дұрыс айтады. Сіз әлі өз бағаңызды білмейді екенсіз. Кішіпейіл жігіт сондай болатын. Ал, ол жігіттің аты Қабанбай. Сонда қабан болғаны ма? Жеңінді еркелетіп, қабанбай жігіт қалсақтап қоя береді. Бұл ата бабаңнан келе жатқан есім. Оған арланмай. Иә, Қанжығалы Бөгенбай, Қаракере Қабанбай деген қазақтың батырлары болған. О, сізді ғалым десем, мынауын батыр! Мен мұндай худой батырды бірінші рет көріп тұрмын. Қайда келдің өзің? Олар бізді сынапты білінбек. Ендеше бізді сынап көрейік. Неге болса да шыдайым дегенім қайда? Екі жігіт келмей жатып, құпия сөйлесіп кеткендеріңіз жараспайды. Ғафу етіңіз. Сыйға сый, сыраға пал дегендей. Сіздерде мәдениетті Европа үлгісінде тәрбиеленген жастарды көргенімізге біз де аса бақыттымыз. Ал біз осы үйге келіп жүретін жекжат адам болғандықтан кейін сіздерді бір-бірлеріңізбен таныстырып қояйын. Қабанбай болсын. Сіздерге таныстырдым. Ал мынау алмадай үлбіреп тұрған қыздың аты Алма. Ал мынау Ботка. Осы үйдің еркесі. Ботқа? Ботка. Шын есімі Ботагөз. Ал мынау кәдімгі Басекеннің баласы. Көбей. Басекеннің қойған есімі Көбейсін. Біздің Басекен ауыз болған кісі ғой. Қазір осындайларды шынымен де көріп барады. Ал мынау болса Рубик. Осының қазақша перевод алайын. Райхан. Райхан. Райхан болса миға алынады. О, құдасы жеңгей. Қабанбай деген жиенжектіңіз осы. Амансыз. Саламатсыз ба? Жиені ғой. Өз сенің маманы шыққан тегі қыпшақ емес пе? Бұл кісілерде қыпшақ жиен болмағанда қайда кетесің? Иә. Жиендіктен қашып құтылар қайсың. Білмеймін, мен өзі. Білмесем білем. Ауда туып таста өскен. Айнымаста өскен. Иә, біз мегендігіміз болмаса тіпті бітенді күші. Бек болатын қаратпен қайда таныстырып. Ой, құдасы жеңгеу. Сіздер бір-бірлеріңізді таныстырмасам ертең ел жұртқа не бетімен көрінді? Айтпақшы, Ботка. Менің қызым Ботагөз деген нағыш қарындасым бар. Ботка таныстырып. Мен уже таныстым. Это наш Кабан! Ай, қайран ағашы жеңгерай. Көріспей жат, әзілдер жарыса кетті ғой. Гүлі жеңгей, туғалы көріспеген жиеніңізді тауып алған қуанышыңыз құтты болсын! Құтты болсын, Гүлі жеңгей. Чудесная находка. Бұл шында да ғажайып кездесу. Құттықтаймын, Гүлі жеңгей. Сендерді бұл жігіттердің мазасын ала бермек. Олар ел тәрбиесін өскен балалар. Сендердің мінездерің оғаш көрінуі мүмкін. Гүлі жеңгей, оның үстіне біз де қазақ салтын білеміз. Мұндай құтты қонақ келгенде той жасау керек. Ботка, музыку. Самая голова купи. I'm a Trumpster motherfucker.
Мені қорқақ, мен табансыз, жиендімі, мен деп пен, мұна секендегі пижондардан қорқып қашып бара жатырсың. Сенде орнағында қашатын. Сен, қаласың осында. Жиендеген ерте болар еді, мұнаның әлі бет ашылмаған. Ничего, беті ашылады. Бәрі не Осылай, қаламайды бір жылпайға келіп, шалай бізді. Арда қалай болады дейсіздер? Жарайды, оны да айтайын. I'm the Trumpster, motherfucker. Сізді шаршаған шығар, мазаламайын деп сүт, нан, ол пұл әкелмедім. Рахмет. Қалай, сізді шаршаған шығар, мазаламайын деп. Таң атпайды екенге жүгір. Әй, мұндай рахатын тіпті іштен шыққан балаңнан да көрмейсің ғой. Біздің бектен бірде мұндай емес еді. Иә, тек Құдай тағала маңдайға сыйғызса десейші. Жеңеше, Ау? мен театрға билет алып едім. Театрға? Ботагөз екеуміз барсақ. Әрине барында. Бұл бейғаша болды. Ашып, кім дейсіз? Бейғаша мен подруга. Жаңа келем деп Мен ағандай жаққа барайын, мен әлге профессорға. Профессорға үлгересің ғой? Үшіне кідіреді. Әйтсе де мен ағай жаққа. Тұрады. Бейғаша женіңді көрсенші деп қоймай жет. Көрсін. Қар есікті аш. Жиенімді көруге ынтық болып жүреді ғой. Мінеки менің жиенім танысым. Біз Биғайша екеуміз желпейде бірге оққанбыз. Сізді Гүлжамал апай көп мақтайды. Жақсыны көрмек үшін деген бар емес пе? Мен сізді бір көруге ынтық болып жүр едім. Рахмет. Гүлжамалдың мақтаулы жиені сен екенсің ғой. Дұрыс. Кім дейсіз? Өзіңді айтам, басқа кім болсын. Иә, әрине. Өзіңді бір жерден көрдім бе, қалай? Мүмкін бір шаһарда тұрған соң. Әйтеуір танитын жігітім сияқтысына, бірақ кімге ұқсататынымды? Адамға адам ұқсай береді. Жеңеше, ғафу етіңіз. Менің ғылыми советке дайындап жатқан материалым бар еді, соны бітіріп тастайын. Ой, бізбен бір отырып шай ішпедім. Жоқ, жеңеше, ғафу етіңіз. Ғылыми совет сағат 12-ден басталады. Соған үлгеруім керек. Сау болың, жеңге. Қалай? Жиенім ұнады ма? Vallahi ничего. Тек өзі тәкаппарлау ма немене? Жоқ, тәкаппар емес еді. Сен бері қаш. Кеше азық әкеліне дүкенге кетсем, ыдыс-аяқты жуып, столды жасап, анау шайды қайнатып, бәрін даярлап қойыпты. Ал бүгін бар ғой? Водка ма? Сен Құдайдың қоспағын айтады екенсің. Водка саған дондырып тұрушы ма еді? Қабанбайды айтам. Содан бар ғой? Сен бір жаңа айтыңызшы. Әлгі бас екен бар емес пе? Көбектің әкесі. Сол тағы да жоғарылайды деген сөз естіді ме?
Енді тіпті ананың өзі болатын түрі бар көрінеді. Байқадың ба? Шаруаның қандай болғанына? Сен оны қойшы. Алдығымызды дүкеннен келсек, қабанбай еденді жуып жатыр екен. Мен де әдейі саясатпен айналайын, қой, өзім жуам ғой деп едім. Жоқ, жеңеше, жастар тұрғанда сіздің неден жуғаныңыз ұят етесіз бе? Осыда сөз болып па дегені? Ой, тіпті ішім жылып қояды. Ал бас екенін жоғарылайтын анық көрінеді. Мен оны анау Сарапа естідім. Бұл қалада бір жаңалық болса алдымен Сарапа естиді ғой. Ол кісінің айтқаны қате кетпейді. Значит, ол Қабанбай бар ғой, өзі кітаптан баса алмайды. Соған қарағанда бір нағыз бір оқымысты болатын түрі бар. Саған не болған? Тіпті кісіге сөз бермейсің ғой, Ойбай-ау, енді өліп талып, беті бері қарап жатқан жоқ. Ішіме сыймай бара жатса қайтем? Мен ішім жарылмай тұрма, ойбай. Сен мені қараш, көжаман. Ісімде сәт түсіп келе жатыр. Анау көбек айтыпты. Сен өзің маған шынымен ұнап келе жатсың, старуха депті. Маған айтады демесің, Алмышқа айтыпты. Қойш, Алмышқа старуха дейді. Көжамалай, сен де артта қаласында жүресің. Қазіргі жастардың бірі-бірі старуха дейтін әдеттеріміз бе? Қайда? Ай, көжамалай. Сендей қарапайым, асыл досым болғанына Құдайға мұнда бір рахмет қой. Біздің қолға да бір қарға саңғып жіберсе, осы жақсылығыңды ұмытпас. Бас екене арқамды бір тіреп алсам. Мен кеттім. Алмыштағы бір күліп күтіп жатыр едім ғой. Соны тезесін деп келе қойшы. Қашан керек? Мына басымды шайналды жіберді бақ. Өйстіп жүргенде анау бір Қабанбайдан айырылып қалмасам қайтсын. Осы көңіл шектен ой. Ол Қабанбай десе Қабанбай ғой ол. Мен шақырдым. Жоқ. Алтынайдың дауыстап қалғандай болған. Айтпақшы. Ботта. Менің саған бір жаңалығым бар. Правда? Қандай? Қабанбай бүгін сені театрға шақырыпты. Правда? Смотри, біздің жиен джентльмен болып келеді. Только боюсь, что я оттаскиваю. Театрда менің бетіме қарап отырмассың. Тәттіл көресің. Антрактап айтеміз. Думаешь, интересно бір-бірінен сөйлетіп жүрген? Қайдан айтатын десең, Қабанбай өте интересный жігіт. Мен онымен қанша сөйлесем де жалықпай. Ендеше өзің бар. Екеуің керемет балаң боласыңдар. Өзі қояды. Жер болғасын қалжыңдаса бересің. Мен одан сенің көйлегіңнің кемесі қарап өтіп кеткен. Сіз әуре болмаңыз, жеңше. Шаруаңыздан қалмай жүре беріңіз. Ондай сақ-түйекті ботқаның өзі де істейді ғой. Кім? Мен бе? Иә. Жеңше, сіз асып тұрсыз. Жарайды ендеше. Үндіріп алсам, қайтып келгенсің жөн. Ботагөз, бар, көйлегін әкел. Мамана істеппен, енді өзің істе. Ол нені ақсы? Түймені өзің қадап, көйлегін өзің өтектейсің. Как ненің ақысы? Мен білмеймін, сен істейсің. Вот и все. Жоқ, все емес. Білмесен үйренесің. Кәне? Откуда ты взялся, чтобы приказывать? Тоже мне жених. Мен бе жених? Ендігім, мен бәрін білем. Мама мені саған күйеуге бергісі келеді. Вот потеха. Солай де. Несі бар? Менің үйленетін уақытым болды. Үйленсем үйлене салам. Азғандай жының бар, соны қағып тастаса, әжептәуір қатын боласың. Қатын? Егер үйленетін болса, мына көйлектің түймесін қада. Сосын үдікте. Содан кейін не істейді? Содан кейін? Анда кухняға бар. Ыдыс-аяқ жу, тамақ пісір, пол жу. В общем, үй жинаш. Егер мен үйленетін болсам, осының бәрін сен істейсің. Что? Онда сен маған неге керексің? Сенің кітапқа үңілгеніңе қарап, сен өлу үшін керексің бе? Қызмет істесең, үй шаруасын қарасаң, оның үстіне бала шағам болса, зерге түгіл сіңіруге мұрсатым болмайды. Прекрасная перспектива мне тебя заживо хранить. Бар, уақытта түймені қадашы бар. Да ты хоть скажи, біз қай театрға барамыз? Кәдімгі операға.
опера деген музыканың ең биік сатысы. Ендеше маман апа, ол операны жақсы көреді. Особенно қазақ операсы. Мамам бармайды. Неге? Бүгін операда спектакль емес. Тынық мұхиттан келген папуас ансамблінің концерті болады. Олар ышқырына жапырақ байлап алып, жалаңаш дейді. Ой, какая прелесть! Я даже тыры папуас көргенім жоқ. Слушай, кабанчик, ты положительно развиваешься, а то был таким чурбаком. Теперь девочки остались лопнут. А сен Ағымышқаға билет алдың ба? Сен ең жағын подруганы алмасың ұят емес пе? Әрине алдым. Ой, кабанчик, сен шынында да джентльмен болып келесің. Сендер осыма қойысың Максына. Кәне, егер баратын болсам, түменде қада бар. Кабанчик, я же не смогу. Не смогу, болсам бармайсың. Мен бірақ айтатын адам. Содан кейін қабаншығым ғой, тым болмаса, қабаш деші. Жаляр, кабаш, я постараюсь. Балдар, мен кеттім. Байға жүрмін. Сау болыңыз. Ай! Не болды? Олай, не тұғып алдым. Оқасы жоқ. Ай! Нелер оқасы жоқ? Оқасы жоқ, уже қан шығып жатыр. Қолың беліне бір 3 мәрте керіп алсаң, үйреніп кетесің. Ағымышқа, менің саған сюрпризім. Қандай сюрприз? Біздің кабанчик. Біздің кабаш. Папуастардың концертіне билет әкелді. Это такая экзотика. Правда, он мәдениетті болып келеді. Иә, аяқ алысы жаман емес. Түбі адам болатын жігіт көрінеді. Зато сол үшін мені қазаққа салып қойды. Олмақтың салмағы бар деген қазақ. Соны қойып қой бота дейді. Ботка, сенің ұстазың мықты екен. Бізге тағы қандай ақыл айтасыз сол мықты жігіт. Көптен бері ақыл айтатын кісі таба алмай жүреді. Бізге тағы ақсақымыз болса, маған да бір екеуін айта салсаңыз. Саған бұлай қисаламау жараспайды алма. Ой, рахмет. Бірақ бұды ұжат бастадыңыз. Ағымышқа, мен кухняға барып келейінші. Мамам, қандай запастар бар екен? Алма, мен сізді көптен бері бақылап келе жатырмын. Көптен бері? Иә, айтамасың. Онда тым көп екен. Иә, адамды тану үшін кейде бір күнде жетеді. Алғашқы осы үйді көрген күні ақ байқағанмын. Сіз өз рөліңізде жүрген жоқсыз. Енді кімнің рөлі? Ол арасын білмеймін. Әйтеуір сіз бөлексіз. Аналардан тіпті бөлексіз. Керемет психолог екенсіз. Жазып жатқан диссертацияңыздың тақырыбы психология емес пе? Жоқ. Өкінішті. Ендеше бар ғой, тезірек өзгертіңіз. Сіз тағы да өз сөзіңізді айтып тұрған жоқсыз. Ойнап тұрсыз. Өмір деген ойын, біз бәріміз де актерлмыз деген екен бір данышпан. Жоқ, өмір деген ойын емес. Сіз де өз рөліңізді ойнап жүрсіз. Тек оны өзіңіз сезбейсіз. Мен де? Иә. Мен кім болатынымды, не бітіретінімді білмеймін. Бірақ әйтеуір еңбек етемін. Оған арланбай. Пожалуйста, мен оған қарсы емеспін. Бірақ мен алмам. Сіздің көбегіне қарсымын. Сол несіне қызғатыныңызды? Бұл не? Қызғаныш па? Кубик деген ой. Шикарный парень ғой. Соны шынымен жақсы көресіз бе? Әрине жақсы көрем. Мен мамам оны менен бетер жақсы көреді ғой. Сен маман. Мен мамамның несі бар. Сен маман ба? Жоқ, сен маман өте жақсы кісі. Тек кубикті жақсы көретінін айтам. Кубикті жақсы көрсе несі бар? Әкесі мықты ғой. Разве это плохо? Сіздің 10 жылда өліп тауып қолыңызға жеткен дүниені мен бір-ақ күнде қағып аламын. Көрдіңіз бе? Сізден көрі мен ақылырақ болып шыққанымды. Оның әкесі пенсия шыққанда қайтесіз? Ну, ол кезде сіз доктор боласыз. Сізге тиіп аламын. Қайдағы жоқты. Ғафу етіңіз. Ой, болмайды. Ол кезде сіздің мансабыңыз өседі. Сондықтан әйеліңіз төбеңізден қанша күліп жатса да, сіз алжаспайсыз. Солай жолдас. 5 минут екен кандидат. Қайдағы кандидат? Жақында кандидат қорғамайсыз ба? Айтпақшы. Солай екен-ау, ұмытып кеттің ғой. Ұмытқаным қалай? Ұмытқан дейсің бе? Алмышқа, мен саған өтірік айта алмаймын.
Шынымды айтсам, мен кандидат емес, диплом қорғауды айдалып жатырмын. Тоқтаңыз. Сонда сіз әлі студентсіз бе? Жұртқа ақыл айтқанда мықтысыз, 30-ға келгенше оқу бітіре алмай жүр. Да, не совсем блестящая карьера у вас. 2 жыл әскерде болдым. Оқуға түсе алмай 2 рет құладым. 3 жыл осы қалада қара жұмыс істеп жүріп таңдалдым. Сонымен сіз орта қолғана аяқ болып шықтыңыз. Неге? Гүл апайды алдау үшін нағыз мықты жігіт болудың қажет жоқ. Иә, ашу үстінде жатақханадан да қуылдым да. Жатақханадан да қуылдыңыз ба? Сіз маған ұнап келе жатырсыз. Қол жетпейтін болашақ бір жұлдыз ғой десем, кәдімгі өзіміз сияқты шамамаяқ көп соққардың бірі екенсіз. Шынында да, мен кешірімнің жағдайы ұшырап қалдым. Білмеймін, енді осыдан қалай жол тауып кетерімді. Бұл халіңіз емес сізге қол ұшын беруге жарамай. Қолымнан келер жақсылығым, сізді әшкерелемей-ақ қояйын. Есік аша екен, рұқсат кіріп кеттім. Сізге Гүл апайдың есігі қашан да ашық. Алма бетті алма қыз, қызарып піскен алмадай, үлбіреген алманы, өзі болар ақырын, күн боламай жалғанай, іші күйіп тұз жалап, бек болады сорлы зарладай. Зарламай, тоқтай тұрш! Не оқпалы? Осының түбіне бір шикі шығат деп айтқан жоқ бедім мен саған. Мінеки, енді мені үйді ұятқа қалдырдың. Қайда шикі? Қайда ағай? Менен шикі шыққан жоқ. Мен ішімде ит өліп астынан жүріп атса да, итімде ит шықпайды. Өтірігім бұл жігіттің өзі мойындап. Ай, бүлдіресін деп едім-ау. Қыздың алдында қылдырықтай сырын жасыра алмайды ғой бұл шіркін. Ой, Аллаға өтірік айта алмағаным рас. Бірақ кімнің алдында болса да ұят болды. Гүл апай сондай-ақ көңіл адам. Осы сен бар ғой жолексің. Оның рас. Баяда бір келіншек айтқан екен. Көршілердің көңіліне қараймын деп, балалар мәкесіне тартудан қалып деп. Осы мен сендерге жанамайсың деп, мен де жолып көп барам. Сен бар ғой, сен бәрін бүлдірдің. Ал мұшкін, мұнаған қараш, мен бәрін түзет жүрсем, өлдірдім дейін. Оқасы жоқ. Менің құдасы жеңгейім Қабанбай дегенде ішкен асын жерге қояды. Сол бала келгелі, отқалы жөнге түсіп келеді. Қазақшаға да тіл сынып келе жатыр деп маған күнде алғыс айтады. Жарайды. Ертең күйеу болып алған соң барлығы ұмыт болады. Бүгін осы үйге құда түсуге келдім. Мен саған қашан құда түсті мен? Жоқ. Өз қолынан түк келмей саған дейін. Саған айыл алып беретін әке шешен жоқ мұнда. Сені мен аяқтандырсам, кім аяқтандырады? Әркімге жүрегі бар. Сонша бір үлгетпеген жүректі. Соңына да жүрек деп әдей қандай қылуын қарашымнан. Жоқ, үлгеті. Мен естіп, рас па? Менің сүйген, жақсы көрген адамым бар. Неге? Секрет болмаса. Айтшы ол кім? Ол ма? Жоқ, оны айта алмаймын. Неге айта алмайсың? Ол сен жақсы көретін қыз баттың құрыса? Мені ме? Әрине сен әлі мен деп бен. Білмеймін. Сірә ол мен жек көретін шығар. Пәсе, өнбейтін дауды өспейтін жігіт қуат деп. Сондай бір өнбейтін шаруа ұрынатынды өзінде білгенім. Неге? Егер адам шын сүйсе, қайтсе де мақсатына жетеді. Рас айтасыз ба? Әрине рас айтамын. Әлде жұрттың бәрін өзіңіз сияқты алдамыш етпедіңіз. Рас. Мен өзі шын масқара болыппын. Кешіріңіз. Сіз кешіріңіз мені. Біз мезгілсіз кеп қалған жоқпыз ба? Жоқ, сіз дәл түсініңіз. Жігітке сәлем, ona достарым көп мағына білдірді. Сеніздің рөлдің жатсыз, жоғарғы сіз салып жатсыз. Бұл жігіттің кітаптан қолы босап кеткенде, екеуін бір-ақ айтып. Сонда той қашан? Той, ерте. Вот бессовестный. Мен ай жақта азапқа түсіп жатсам, ал бұлар мұнда мәзмиран. О, привет, старуха. Как? Қайта тәрбиеленіп келемісің? У нас новость. Біздің Қабаш папуастардың концертіне билет әкелді. Біз оны кеше көргенбіз. Кіммен бардыңдар? Сол да сөз болды. Көбек шақырса, қыздар қырылып қалмай ма? Бақыты барлар табылады.
бізді шақырмайды да. Әрине, Кубик көрсетуге ықыласы болды. Біз кеше звонить мамаңды жоқ деді. Оху, мама. Жарайды, Ботка, қиналма. Бүгін барамыз ғой. Қырылып жатқан қыздардың ішінде босқа қырылып кетерміз. Конечно, бүгін барамыз. Но все-таки, Қабаш, сен билетті нешінші қатарға алдың? Галерка? Галеркаға? Это ужасно! Ендеше Кубик алдыңғы қатарға береді ғой? Жоқ, мен алдыңғы қатарға отыра берем. Сол да біреу ғой. Кубиктің ризамы. Кубик, бересің ғой? Әрине беруге болады. Бірақ, пардон, месье, сіз ренжімейсіз бе? Жоқ, ренжімеймін. Бонжур, месье. Сіз француз тілін тәуір білетін боларсыз. Кубик француз тілін сұңқылдатады ғой. Есіне жүресіздер. Француздар пардон, бонжур деп рәпін ырылдатпайды. Жұтып қояды. Немесе біздің қазақтың рәпіне ұқсатып жұмсақ айтады. Пардон, бонжур. Сіз француз тілінің маманысыз ба? Жоқ, мен түрік тілдерін зерттемекпін. Француз тілін қосымша үйренгенмін. Сонда, түрік тілдерін не мақсатпен зерттемексіз? Ана тілінің арғы берге тегін білу үшін. Негізінде мен қазақ тілінің маманы болмақпын. Сонда бар бітіргеніңіз жазып болма. Тем более қазақ тілі. Ол кімге керек? Ей, ол маған керек. Менің балама, ұрпағыма керек. Ата-бабамның аруағына керек. Ол маған да керек. Водкаға да керек. Оғынады сені сендерге де керек. Ой, теперь мода пошла на все национальное. Эн, ки, жужжырка, киси. По-моему, надо быть просто современным человеком. Нағыз мәдениет деген ол біреу. Нағыз мәдениет біреу болса біреу шығар. Бірақ оның екі аяғы бар. Ой, екі аяғы дейсің бе? Оң аяғын өзінің халқының мәдениеті. Сол аяғын дүниежүзілік мәдениеті. Демек, осының өмірі болмаса, шойнандаған ақсақ боласың. Біз сіздер деп үлкен ғалымдармен сөз таласып алмаймыз. Давай, астап болсақ та, билет қалай. Володя, Музыка, что-то скучные разговоры. I got it from my daddy. Daddy. I feel nice. You look nice. 널 보자마자 난 어머나 된장봤어. Don't think twice. 이미 깨끗났어. You be my curry. I'll be your rice. My name is P.S. Raw. 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자. 빠져서 헤엄치고 가. 오빠 달린다. 확 붙잡아 only you. 나는 아름다운 나가. 이게 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선속기를 밤이 아까워. 달아나오른 불타오르는 나다운 그대로. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Onun adı Afrika gibi olacak. Bu vaktiyle rahatla falan aylar. Osmanlı öz alımıyla olacak. Buna dikindiyim. Bir dolarlar gözlerine bezer dikindiyim. Hava dikindiyim. Жоқ, ол тіпті скучный емес. Остроумный. Мен оны басынан білген. Көріне қандай тамаша жігіт. Қолынан келмейтіні жоқ. Үйге де бірдей. Браво, Қабаш. Он всех переплюнет. Безім қабекен. Бәрін беліне қыстырмай кетті ғой. Бейсілеге көбінен оқ бой өсіп кеткен жоқ па. Ей, айналайын. Көбекке тіл тигізбе. Ой, бей Айшапо. Көбінен іскемен деп қалды ғой. Дұрыс айтасың. Кубик, жоқ.
шоқлансын. Кеткені сайналай қой, көбек. Бұлар сенің сирағынан келуші ме? Иә, мама. Бұл жігіттің сенгені сол сирағы еді. Енді сирағы да жарысқа жарамай қалды. Алма дұрыс айтады. Именно жолда қалды. Кейбір мүсәпір қыздарға күле қарасаң, олар сені ғашық болып өлейін деп жүр екен деп ойлайды. Слишком воображаешь, старуха. Как это он смеет Алмушку так оскорблять? Не позволю! Айналайын, ренжімесейші, қалжың ғой. Сіз жеңгетай болмай-ақ қоя тұрсаңыз, болашақ еріне. Сен не дейсің? Мама, сен рас па? Тағы не айтасыз? Түгел айтыңыз. Түгел айтсам, әркім өз орнын білу керек. Сен өзіңді там қымбатқа сатқың келген екен. Бірақ маған қыз базарының ақы. Как ты смеешь? Не деп тұрсыз? Алмадан кешіріңіз. Мынауын қорқытады ғой. Көбекке соқтырып өлімі жүрсің. Кешірім сұра. Дәл қазір кешірім сұра. Жігітім, сен бұл бұйрығыңды орындай алмадың. Алмадан кешіріңіз. Шықпар ма? Шықпар. Арым болса, кішкентай ғана ұяқтың қалса, шығыйды. Давай, шығам. Болашақ еріне. Ой-ой. Ей, мынау не болып кетті? Ей, тіпті құдай болса да, сіз сонша қорлабы? Іздегенімді таптың, мама. Рахмет. Ома, сіз мені кешіріңіз. Мен шыдай алмай кеттім. Тым орынсыз да болды ма? Молодец, Кабаш. Оларға сол керек. Подумаешь, шишкари. Дұрыс дедің қара. Тіпті құдайдың баласы болса. Мен сіздерден кешірім сұрайын. Менде келісіп тұрғаным жоқ. Жамал апай, ал мен. Кешіріңіз, мен сізді алдаттым. Мен кандидаттық емес, диплом қорғау дайындалып жүрген студентпін. Не дейсің? Иә, Студентпін деймісің? иә. Ақкөңіл сізді алдап, кәдімгі қатарда алаяқ болып шықтым. Студент болсаң дейсің ғой. Біз бәріміз де студент болғанбыз. Кандидат болсын. Әйтеуір адам болса болды. Кешіре алсаңыз кешіріңіз Гүлжамал апай. Осы менің жиынтығымде шамалы болу керек. Осыдан кейін сіздің үйде қалуға мен дәтім шыдамын. Ей! Қой Сен қайда кетіп жата тұрсың? бер. Мына көш бөлмегіне түйе жайнамай. Кім болсаң ол бол. Әйтеуір өз адамыңда жақ болып кет. Бопқа да саған бауырмасын қол. Ей, сен қайда кетіп бара жатсың? Шаруаның барлығы ең түгенделіп жатқанда оны несі? Шаруаны түгенделіп түрі жоқ деп қой. Байқасаң барлығы осы жер. Бұл үйден кетпесін болмайды. Алма. Сізді мені жек көретініңізді білемін. Бірақ мен сізді жақсы көремін. Шын жақсы көремін, білдіңіз бе? Алғаш көргенде жүрегім шымырлап қоя берген. Сіз мені қанша жек көрсеңіз де, менің жүрегіме бұйрық бере алмайсыз. Менің жүрегім тек сіз деп қана соғады. Оны ешкім тоқтата алмайды. Ойбай! Өліп талып енді сәтін келтірдім дегенде, ей, мынаның аяғы не болып барады? Я его только что полюбила, а он меня не любит. Айналайын Ботка, сен ақкөңіл, аңқау жақсы боласың. Мен сені жақсы көремін. Как ты меня жақсы көресің? Сен Алмушканы жақсы көресің. Сенің аған жоқ қой. Жоқ. Мен сені туған ағандай жақсы көремін. Бираш апа, сізді мені кешіріңіз. Тоқта. Ей, сен жолдас жалғаспай емессің бе? Сақалың қайда? Сақалдан жұрдай болғанмын. Енді тіпті абыройдан да жұрдай бола жаздаппын Бираш апа. Мен мынаны жатақханадан қуып жібергем. Мама, бұл жігітті сен қуғанмен, мен қуа алмаймын. Ойбай, мақтаған қызыңның сиқын қара. Жалын аяқты жөнінде жармасы ба? Екі жауын аяқ бар боламыз. Уже кетіп қалған ба? Ей, Гүлжамал-ау, мына қызы құрғыр бар есепті бұзып кетті ғой я. Бір ақылды айтсаңшы енді. Меніңе сен бұзылмай тұрма ойбай-ау. Менен ақыл сұраған емес. Ал қанеке, қай енеге қарқ болдың? Жоқ, Бираш апа жаман кісі емес. Тек қызып кететіні бар. Бираш апа, сіз мені кешіріңіз. Анада мен бұлай қызып кетіппін. Қай жол? Анада,
жатақтан қуылатын жолы. Ақылын енді кірді ме? Тәрбиеге көнбейтін қиқар едің? Мама, тәрбиеге көнеміз. Сен немене келіппен дейсің? Қазіргі жастары тым болмаса болғаныңды да білмейді. Жолдас Шалғасбаев, сіз туралы мен әлі ойланам. Өңген басты күшесіне қиыр қалды. Қой дедім ғой саған! Сені қадірді білеме ала, еще не жатса керек. Алма, мен сізден кешірім сұрауға келдім. Сіз бе? Сіз айтарыңызды түгел айтқан сияқты едіңіз. Естің бе? Әлі ерді көбек. Мен атым көбек емес, көбейсің! Долғапшы енді! Алма, білем, мен хайуандық жасадым. Оны өзімде кешпейміз. Бірақ сіздің алдыңызға келіп кешірім сұрамасам, одан бетер хайуан болады екен. Мен сіздердің барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Мінекей, адасқаның айыбы жоқ деген. Жоқ, адасқанның айыбы бар екен. Мен оны жаңа түсіндім. Мен енді барлықтарыңызды сыймайтын болдым. Керек еді оған сені сыйлаған. Неге керек емес? Әбден керек. Сыйлата алсаңыз, мен де сізді сыйлағым керек. Сыйласайық. Халқымыздың аз көп барын сыйлайық. Елдігімізді сыйлайық. Аяқталған жоқ дейсіз бе? Дұрыс, әлі методикадан емтихан күтіп тұр. Әлде, жатырмайында.